Сәлем достар. Бүгін біз күрделі проценттерге арналған есептерді шығаратын боламыз. Алдымен есептің шартын мұқият тыңдап алайық. Бізге кітапханадағы барлық кітаптың саны 25 мыңға тең. Ол оқу кітаптардың ішінде оқулықтар барлық кітаптың 40%-на тең. Ал оқулықтың ішінде математика пәнінің оқулығы 12%-на тең. Кітапханада барлығы математика оқулығы қанша? Осында есепті шығару керек. Алдымен бізге есептің қысқаша шартын жазып алайық. Барлық кітаптың саны берілген. Жазамыз. Барлық кітаптың саны 25 мың. 25 мың кітап бар. Соның ішінде енді оқулық. Оқулық бізде белгісіз. Бірақ ол барлық кітапханаға 25 мың кітаптың 40%-на тең. Яғни барлық кітаптың 40%-ын құрайды. Ал келесі математика пәнінің оқулығы, ол оқулықтың 12%-ын құрайды. 12% ол оқулықтан. Ол да белгісіз. Табу керек бізге математика оқулығы қанша екен. Алдымен бізге берілген есептің шарты бойынша оқулықты тауып алайық. Яғни барлық кітап бізде 25 мың. Яғни шешуін қарастырамыз. 25 мың оқулықты біз 100% деп қарастырамыз. 100%, яғни пропорциясын құрамыз. Ал оның 40%-ы оқулық. Оқулық бізде x әріппен белгіленіп тұр, яғни x-ті табамыз. Олай болса, пропорция бойынша x-тің мәні тең. Яғни бөлшектеріне жазсақ та болады, немесе ол жерден бірден белгісіз x-тің мәнін тапсақ болады. 25 мыңды 40-қа көбейтіп 100-ге бөлгенге тең. 25 мыңды көбейтеміз 40-қа, бөлеміз 100-ге. Сонда 100-дің артында 100-ді 25 мыңға қысқартса, қалады 250. Енді 250-ді 40-қа көбейтеміз. Сонда бізде барлық оқулықтардың саны шығады. Оқулықтардың санын қараса, 25-ті 4-ке көбейтсек 100. Артында және 2 нөлі бар, сонда оқулықтың саны 10 мың. Енді осы оқулықтың ішінен математика пәнінің оқулығы қанша екенін табу керек. Енді біз екінші пропорцияны құрамыз. Бұл жерде 10 мыңды 100% деп қарастырамыз. Яғни оқулықты 10 мыңды 100% деп қарастырамыз. Оның ішінде 12% ғана математика пәнінің оқулығы. Ол бізде Y. Енді Y-ті табамыз. Y тең 10 мыңды көбейтеміз 12-ге, бөлеміз 100-ге. Қысқарады. Сонда Y-тің мәні 100-ді 12-ге көбейтсек 1200 оқулық математика пәнінің оқулығы екен. Енді келесі бір екінші есеп шығарып көрейік. Бізге тік төртбұрыштың енін 25%-ға арттырғанда ауданы өзгермейтіндей оның ұзындығын қанша пайызға кеміту керек. Олай болса, алдымен бізге берілген тік төртбұрышты салып алайық. Берілген тік төртбұрыштың енін біз x деп алайық, ал ұзындығын y. Ал бұл жерде ауданы тұрақты бір x пен y-тің көбейтіндісі s-ке тең болсын. Ал енді бізге екінші тік төртбұрыштың осы берілген тік төртбұрыштың енін 25%-ға арттырғанда, яғни ол тік төртбұрыш салатын болсақ, енін тағы да 25%-ді қосамыз. Онда оның ұзындығын қанша пайызға қысқарту керек? Яғни ұзындығы қанша пайызға қысқарғандығы белгісіз. Бірақ ауданы бірінші төртбұрыштың ауданындай өзгермейтіндей. Мына бөлікке шейін бізге x болған. Осы x-тің еніне біз 25%-ын қосуымыз қажет. Сонда y-тің біз қандай пайызын алып тастағанымызды табуымыз қажет. Сызба түсінікті болса, енді есепті шығарайық. Алғашқы берілген бірінші төртбұрыштың ауданы x пен y-тің көбейтіндісі, ол бізде s-ке тең. Ал екінші төртбұрыштың аудандары, яғни 25%-ді бірінші ұзындығын, енінің қаншаға тең екенін тауып алайық. Алдымен 25%-ді бүтінге айналдырсақ, ол үшін 25-ті 100-ге бөлеміз.
мәні 4-тен 1-ге тең. 4-тен 1-ге тең. Яғни мына жердегі бөлігіміз 4-тен 1 бөлік x деген сөз. Яғни 4-тен 1 x. Онда жаңа тікбұрыштың ені қандай болады? Ені x-ке қосуымыз керек 4-тен 1 x-ті. Сонда бұның ені болады 1,4-тен 1 x. Немесе 4-тен 5 x-қа тең. Енді бізге осы тіктөртбұрыштың ауданы s өзгермейтіндей, олай болса, ені 4-тен 5 x болған жағдайда y қанша болады? Ол үшін біз былай жазамыз. Жаңа төртбұрыштың ауданы жазу үшін 4-тен 5 x-ті қандайда бір y-ге көбейтуіміз керек. Мәні бұның ауданы бірінші төртбұрыштың ауданынан өзгермейтіндей, яғни x y-ға көбейтуіміз керек. Мәндері өзгермеу қажет. Сол кезде бізде мына y-тің алдындағы тұрған белгісіз санды табуымыз қажет. Оны табу үшін қараңыздар, 5-тен 4-ті қандай санға көбейтсек, екінші теңдіктің оң жағындағы x y-тің алдындағы коэффициент 1. Яғни 4-тен 5-ті коэффициенті белгісіз, мен бұл жерді а әріпімен белгілеймін. 4-тен 5-ті а-ға көбейтіп, коэффициенті 1-ге тең болатындай а-ның мәнін тапсақ жеткілікті. А-ның мәнін табатын болсақ, 1-ді бөлеміз 4-тен 5-ге. Бұл дегеніміз а-ның мәні 1 өзгеріс қалады, 4-тен 5-ге керсен 5-тен 4. Яғни y-тің мәнін 5-тен 4 бөлуге қысқарту керек. Яғни мына бөліктің 5-тен 4-не қысқартып алғанымыз қажет. Енді осы 5-тен 4 ол қанша пайызды құрайтынын табайық. Ол үшін 5-тен 4-ті көбейтеміз 100%-ға. 100%-ға көбейтсек, 5 пен 100 екеуі 5-ге қысқарады. Сонда 4-ті 20-ға көбейтсек 80%. Яғни жаңа алынған тіктөртбұрыштың ұзындығы бірінші берілген тіктөртбұрыштың ұзындығымен салыстырсақ 20%-ды құрайды. Ал бізге сұрақ қанша пайызға қысқарғандығын табу үшін алғашқы ұзындығы 100% болса, екінші тіктөртбұрыштың ұзындығы 80% болды. Яғни 100%-дан азайтамыз 80%-ді. Сонда жаңа пайда болған тіктөртбұрыштың ұзындығын 20%-ға кеміту керек дегенді білдіреді. Енді біз пайыздарға арналған күрделі тағы бір есеп шығарып көрейікші. Келесі бізге мынандай есеп берілсін. Сұр қарлығаштың жылдамдығы 44 метр секунд жылдамдықпен қозғалсын. Ал қара торғайдың жылдамдығы ол сұр қарлығаштың жылдамдығының 45%-дай. Ал қарғаның жылдамдығы қара торғайдың жылдамдығының 75%-дай. Қарғаның жылдамдығы қандай? Олай болса, есептің шартын жазайық. Бұл бізде үшінші есеп. Алдымен бізге сұр қарлығаш берілген. Сұр қарлығаш. Оның жылдамдығы 44 метр секунд. Ал келесі қара торғайдікі белгісіз. Қара торғайдікі белгісіз. Оның жылдамдығын біз x деп белгілейік. Бірақ ол сұр қарлығаштың жылдамдығының 45%-дай. Келесі қарғаның жылдамдығы. Ол да белгісіз. Қарғаның жылдамдығы. Ол да белгісіз y. Бірақ оның жылдамдығы қара торғайдың жылдамдығының 75%-дай. Бізге табу қажет қарғаның жылдамдығы. Олай болса, бірінші есептің алдымен қара торғайдың жылдамдығын табуымыз қажет. Бізге берілген сұр қарлығаштың жылдамдығын 44 км секундты біз 100% деп қарастырамыз. Ал қара торғайдікі белгісіз, бірақ ол сұр қарлығаштың 45%-ын ғана құрағандықтан, оны біз 45%-ға теңестіріп аламыз. Олай болса, x-ті табайық. X тең 44-ті 45-ке көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. Бұл жердегі 100 бен 45 екеуі де 5-ке қысқарады. 45-ті 5-ке бөлсек 9, 100-ді 5-ке бөлсек 20 қалады.
Енді 20 мен 44 саны екеуі де 4-ке қысқарады. 44-ті 4-ке бөлсек 11 қалады, ал 20-ны 4-ке бөлсек 5 қалады. Сонда x-тің мәнін табатын болсақ, x тең алымында 11-ді 9-ға көбейтеміз 99 бөлімінде 5. Ал бізде бұл бұрыс бөлшекті араласан түрінде жасақ, 99-ды 5-ке бұрыштап бөлуіміз қажет. Бөлетін болсақ, 9 5-тің ішінде бірлет, 5 азайтсақ 4, 9. Ал 49 дегеніміз 5-тің ішінде 9 рет. Яғни мәні 45 болады. Ал азайтсақ, қалады бізде 4. Бұл дегеніміз 19 бүтін 5-тен 4-ке тең. Немесе 19 бүтін 10-8 метр секунд, ол бізде қара торғайдың жылдамдығы. Енді бізге табу керек қарғаның жылдамдығын. Ол бізде қара торғайдың жылдамдығының 75%-ын құрайтын. Олай болса, қара торғайдың жылдамдығын 19,8-ді біз 100%-ға теңестіреміз. Сонда 19,8 ол бізде 100%-ды құрайды. Ал бізде қарғаның жылдамдығы белгісіз, ол қара торғайдың 75%-ын құрайды, яғни оны 75%-ға теңестіреміз. Осы бойынша енді біз пропорцияны құрып, бірден y-тің мәнін таба аламыз. Яғни 19,8-ді 75-ке көбейтіп, 100-ге бөлгенге тең. 19,8-ді көбейтеміз 75-ке, бөлеміз 100-ге. Бұл жердегі 100 бен 75 екеуі де 25-ке бірден қысқарады, алымында 3, бөлімінде 4 қалады. Сонда y-ті табу үшін біз 19,8-ді 3-ке көбейтіп 4-ке бөліміз керек. Олай болса, алдымен 19,8-ді 3-ке көбейтсек, 8 жердегі 24, 4 түседі, 2 ойда. 3 жердегі 9-ым 27, 27-ні ойдағы 2-ні қоссақ 29, 2 ойда. 3 жердегі 1-ім 3, ойдағы мен 5. Яғни 19,8-ді 3-ке көбейтсек, 59,4-ке тең. Және оны бөліміз керек 4-ке. Ойша есептегеніміздің дұрыстығын тексерейік. 19,8-ді көбейтеміз 3-ке. 3 жердегі 8-ім 24, 2 ойда. 3 жердегі 9-ым 27, ойда мен 29, 2 ойда және 5. Енді бұны біз бөліміз керек 4-ке. 59 бүтін төменгі бөлікке бөлейін. 59,4-ті бөлеміз 4-ке. 5 4-тің ішінде бірлет кездеседі. 4, 1, 1-дің қасына 9 түсіреміз. 19 4-тің ішінде 4 рет, 16. 16-тан 19 азайтсақ 3, қасына 3-те 4-ке жетпейді, 4 түсіреміз. 34 8 рет кездеседі. Азайтамыз 32. Және 2 қалады. 20, яғни 0-ды тіркейміз. 24-тің ішінде 5 рет кездеседі. 4 5-ім 20. Мәні 0-ге тең болады. Үтір 2 санға үтір айырамыз. Сонда y-тің мәні тең болады 14,185. Бұл бізде белгісіз қарғаның жылдамдығы. Ол 14,185 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Келесі тағы бір есепті қарастырайық. Бұл бізде 4-ші есеп болсын. Алғашқыда егінді 200 гектар жерге салды. Келесі жылы оның жердің көлемін 20%-ға арттырды. Тағы да одан кейін келесі жылы тағы 20%-ға арттырды. Соңғы жылы жердің көлемі қанша гектарды құрайтын табымыз қажет. Олай болса, есептің шартын жазайық. Алғашқыда барлығы 200 гектар болатын жердің көлемі. Бірінші жылы осы жердің көлемін 20%-ға арттырды. Бірақ бірінші жылы бізде қанша гектар болғаны белгісіз, яғни оны x деп белгілейік. Екінші жылы, келесі одан кейінгі жылын біз екінші жыл деп белгілейік. Ол да белгісіз, бірақ ол соңғы бірінші жылдан кейінгі жердің гектарын тағы да 20%-ға арттырды. Бізге табу керек соңғы жылдағы жердің көлемі қанша гектар болған. Олай болса,
алғашқы берілген 20 гектарымызды 100% деп қарастырамыз. Ол 100% болады. Ал бірінші жылы 20% арттырған қанша пайыз болады? Яғни бірінші жылы алғашқы жыл 100% болса, екінші жылы 20%-ға арттырды десе, онда біз 20%-ын тауып алып, 1200-ге қоссақ болады. Немесе бірден 120%-ын тауып, қанша гектар болғанын табуға болады. Біз 120%-ын есептейік. 120%-ы белгісіз. Ол бізде бірінші жыл болатын. Олай болса, x тең 200-ді 120-ға көбейтіп, 100-ге бөлеміз. Сонда 100 бен 200 қысқарады. 2-ні 120-ға көбейтсек, олай болса, x-тің мәні тең болады. 2-ні 120-ға көбейтсек, 240. Ол алғашқы жылдан кейінгі бірінші жыл болған кезде, ол барлы 240 гектар болған. Бұл бірінші жыл деп қарастырайық. Енді бізге соңғы жылдағын табуымыз қажет. Соңғы жылдағыны біз оның алдыңғы жыл 240 гектар болған, оны тағы да 20% арттырған. Олай болса, 240-ты біз 100% деп қарастырамыз. Ал тағы да 20% арттырса, онда y-ті табу үшін 100-ге 20-ны қосып 120%-ді табуымыз қажет. Олай болса, пропорциядан бірден y-тің мәнін тапсақ, y тең 240-ты 120-ға көбейтіп, 240-ты көбейтеміз 120-ға, бөлеміз 100-ге. Бұл жерде енді 240 пен 120-ның артындағы соңғы нөлдерді 100-дің нөлдерімен қысқарсақ та болады. Сонда бізге тек 24-ті 12-ге көбейту ғана қажет. Сонда y-тің мәні 24-ті 12-ге көбейтсек болады. Баған түрінде 24-ті 12-ге көбейтсек, 2 4-ім 8, 4, 4, 2. Қосатын болса 8, 8, 2. Сонда y-тің мәні 288-ге тең. Бұл дегеніміз соңғы жылда барлық егін егетін жердің ауданы 288 гектарға тең болған. Біз сіздермен қарастырдық пайызға арналған күрделі есептерін шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.